Әбілқастың не шаруасы бар? Бар болғаны ассистент қана емес пе? Бүкіл аурухананың қамын ойлайтын құдірет оған қайдан біте қалды? Сіз бірдемені ұқпай тұрсыз ғой деймін, деді кекете сөйлеген Шерубай. Әбілқас Дарбасович кешеден бері осы қалалық аурухананың бастығы. Айсұлу Бейсенова жұмыста атқара алмаған соң Дарбасович тағайындалды. Ал жаңа бастық жұмысты жаңаша ұйымдастырмақшы. Бәсе, босқа қорқая қалмаған екенсің ғой. Кеше неге келгеніңді енді білдім. Сенің сорыңа менің көңілімнің жүдеу болған-ай. Әй, дегенмен де қу жігітсің ау. Маңдайы тар адам қу болады деп бурдон тектен текке айтпаған екен. Қу болмасаң асқан оқымысты дей отырып, Айсұлу Бейсенованың орнына қон жия қояр ма едің? Бастық болғанымды құттықтайтын шығар деп қонын қалтасынан алып, ыңғайланып келе жатқан Әбілқасқа мен іштегі ашуымды жеңе алмай түксие қарадым. Ол абыржып кейін шегінді. Шыққан тобық жайында модель керек болса, шоумен артельмен сөйлесіңдер дедім, тұтыға үн қатып. Жалпы алғанда, бұдан бұлай сіздерді көргім келмейді. Осыны естеріңізге алыңыздар. О тоба, Әбілқастың не жазығы бар? Бар жазығы бастық болғаныма. Таза ашуын тарыдан алады дегендей, Шерубайға арналған тісімді оған да салып жатырмын. Әбіржіген Әбілқас, өзіңіз біліңіз, деді сөз таба алмай, жалынышты үнімен. Ағат кеткенімді өзімде сезіп тұрмын, бірақ айтылған сөз атылған оқ. Оны қалай кейін қайтарарсың? Есікке қарай беттедім. Қош болыңыздар. Сәл кідіріңізші, деді Шерубай. Сөйтті де Әбілқасқа қарады. Біздің азырақ сөйлесетін сөзіміз бар еді. Шерубай екеуміз ғана қалдық. Шерубайдың бетіне енді ғана дұрыстап көз тастадым. Мен көрмегелі 3 ай ішінде ол тіпті өзгеріп кеткен секілді. Екі ұрты суалып, беті бұрынғысынан да қатпарлана түскен. Көзде көптен бері ұйқы көрмеген адамдай талмаусырап кіртейіп қалған. Бұрын құла төбелденіп ағара бастаған шашы енді тіпті көк буырыл тартқан. Соңғы 3 ай оған оңайға түспеген секілді. Өңі құр ғана жүдеу емес, аса қайғылы. Іштегі зардаптың сыртқа теуіп тұрғаны боз болып кеткен бет әлпетінен де білуге болатын. Оңаша қалғаннан кейін түргеліп барып, есікті қаттырақ жауып келді. Сірә ашық сөйлеспек ойы болса керек. Не айтар екен? Шерубай басын көтеріп, бетіме қарады. Жантас, екеуміз бұрын сырлас болған жандар емеспіз, деді ол сорғыл даусымен. Сондықтан менің сөзім саған ерсі боп көрінуі де кәдік. Сырлас болмасақ таныспыз ғой, айта беріңіз. Ол бетіме таңдана қарады да, осы медицинаны төңіректегеніме ширек ғасырдай болып қалды. Содан бері талай операция жасадым. Жүздеген адамды өлімнен құтқардым, өмір бердім. Ол ауыр күрсінді. Ал тағдыр маған әділетсіздік жасады. Мен бақытсыз жанмын. Бақытты болуды үйрену керек шығар. Оны үйренуге болмайды. Жоқ, болады. Біздің заманымызда ешкімде бақытсыз болып туылмайды. Жұртты да, өзімізді де бақытсыз ететін өзіміз. Кенет көз алдымда Ұлболсынның мұңлы жүзі елесте кетті. Егер Ұлболсын уылжыған 18 жасында бір оңбағанға кездеспесе, егер ол оңбаған дұрыс адам болып, жас қызға қалай бақытқа жетуді үйретсе, бүгін Ұлболсынның көз жасы төгілмеуі ықтимал еді. Сөзіңе қарағанда, Ұлболсынды бақытты болуға үйреткен секілдісің ғой. Шамасы тойларыңда болатын шығар. Иә, болады. Қашан? Бүгін, қазір. Шерубайға деген ыза бойымды билеп алған. Не айтып тұрғанымды өзім де білмеймін. Аздан кейін Шерубайдың бетіне қарап едім, шошып кеттім. Алдымда алдамшы, қызғұмар,